Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары. Біз бүгінгі видеода физика пәні бойынша 1-90-ға арналған түзу жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма скаляр мен векторлық шамалар туралы төменде көрсетілген тұжырымдардың қайсысы дұрыс дейді. Д нұсқасы дұрыс, векторлық шаманың сандық мәні және бағыты бар. Екінші тапсырма төменде көрсетілген суреттердің қайсысы жылу құбылысына жатады дейді. А нұсқасы, яғни мұздың еруі жатады жылу құбылысына. Үшінші тапсырма жылдамдықтың өлшем бірлігін көрсетіңіз. С нұсқасы метр бөлінген секунд. 4. Ұзындықты 0,100 мыңнан 25 метр және 75 метр шамалары жазылған нұсқаны таңдаңыз дейді. С нұсқасы. 5-ші тапсырма төменде көрсетілген суреттер арасынан бір қалыпты түзу сызықты қозғалысты анықтаңыз. А нұсқасы дұрыс нұсқа. Келесі 6-ші тапсырма суретте автобустың ABCD жүрген жолы көрсетілген. А тапсырмасы. Траектория дегеніміз не дейді? Яғни траектория не екенін жазуымыз керек. Траектория дегеніміз материалдық нүктенің өз қозғалысы кезінде сызатын бір тұтас сызығы. Яғни дененің қалдырған іздері. Б тапсырмасы. Автобустың А пунктінен Д пунктіне орын ауыстыруын суретке салып көрсетіңіз дейді. А нүктесі мен Д нүктесін қосамыз. 7-ші тапсырма. Оқушыға жіптің ұзындығын анықтауға тапсырма берілді. Берілген тапсырманы орындау барысында оқушы суретте көрсетілгендей сызғыштың екі нүктесі аралығына жіпті орналастырды. А тапсырмасы. Сызғыштың бөлік құнын анықтаңыз. Бөлік құны 0,1 см. Б. Жіптің ұзындығын өлшеу қателігін ескере отырып жазыңыз дейді. Ұзындық 13,2 см, 0,05 см. Оқушыға берілген келесі тапсырма жіптің диаметрін анықтау болды. Бұл тапсырманы орындау үшін оқушы өз қарындашына жіпті орады. С. Орам санын анықтаңыз дейді. Орам саны 6. Д. Жіп диаметрін халықаралық бірліктер жүйесі бойынша өлшем бірлігін ескере отырып анықтаңыз дейді. Жіптің диаметрі 0,11 см. Келесі 8-ші тапсырма. Велосипедші А пунктінен Б пунктіне қарай жүрген суреті көрсетілген. А тапсырмасы. Велосипедші бастапқы 120 секундты 5 метр секунд жылдамдықпен жүріп өтті. Осы уақытта жүрілген жолды анықтаңыз дейді. Жолды табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. 5 метр секунд көбейтілген уақыт 120 секунд. Сонда 600 метр. Яғни жүрген жол осы уақытта жүрілген жол 600 метр. Келесі Б тапсырмасы. Велосипедші соңғы 40 секундты 8 метр секунд жылдамдықпен жүрді. Жүрген жол аралығын анықтаңыз дейді. Жылдамдықпен уақытты көбейтеміз. 8 метр секундты 40 секундқа көбейтеміз. Сонда 300 метр шығады. С тапсырмасы. Велосипедшінің орташа жылдамдығын есептеңіз дейді. Орташа жылдамдық табу үшін S1 мен S2-ні қосып, Т1 мен Т2-ге бөлеміз. S1 600 метр, S2 300 метр. Т1 120 секунд, Т2 40 секунд. Сонда 920 метр бөлеміз 160 секунд. Сонда 5,175 метр бөлінген секунд шығады. Келесі тапсырма. 9-ші тапсырма. Суретте жаяу адамның жүрген координатасының уақытқа тәуелді графигі берілген. А
соңғы 20-25 секунд интервалындағы қозғалыстың түрін анықтаңыз дейді. Бұл бір қалыпты түзу сызықты кембемелі қозғалыс. Бұл тапсырмасы 0-5 секунд интервалындағы жаяу адамның жылдамдығын анықтаңыз дейді. Жылдамдықты табу үшін жолды уақытқа бөлеміз. Жол 20 минут, 20 минут уақыт 5 секунд, сонда 4 метр секунд. Тапсырмасы 0-5 секундтың интервалындағы қозғалыс теңдеуін жазыңыз. Қозғалыс теңдеуінің негізгі формуласын жазамыз. x0 қосылған жылдамдық уақыт x0 тең 0 метрге. x0 0-ге тең болды, жылдамдық орнына 4 болады. Тапсырмасы адамның демалуға кеткен уақытын анықтаңыз дейді. 5 секунд пен 15 секунд аралығында демалған адам. Т тең 15 секунд, ал азайтылған 5 секунд. Сонда тең 10 секунд шығады. Адам демалуға кеткен уақыты 10 секунд сонда. Осымен біздің тәжірибе жұмысымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер.